Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз ұбт-да келген нұсқаның математикалық сауаттылығын талдайтын боламыз. Енді бірінші есептен бастайық. Бірінші есепте қыры 3 дециметр болатын текшені, текше дегенімізде не? Куб қой. Қыры 1 сантиметр болатын кішкене текшелерге кесті де олардан тік етіп мұнара жасалған мұнараның биіктігі. Мен жерге бірінші мысал ретінде сызып қойдым. Мысалы, мынау текше болсын и қыры 3 сантиметр болсын. 3 сантиметр. Үстіде 3 сантиметр, значит, мына жер. Енді осыны 1 сантиметрлерге бөлсем, не 1, 2, 3 сантиметр шығады. Не 1 сантиметрден бөлсе былай, не де, мынаның бәрі 1 сантиметрден болады бізде. Сонда бізде қанша осындай кішкентай текше шығады екен? Кубтардан қанша шығады ондай кішкентай? Бізде одан 27 шығады. Не? Мына жақ 9 тал, мына жақ 9 тал, мына жақ 9 тал болып 27 тал шығады. Бірақ бұл жерде 3 дециметр деп берген, значит бізде бұл жер 30 сантиметр деген сөз. Значит 30-30, не екі жағын көбейтсеңіздер қанша? 900 болады, и көбейтсеңіздер общий 2700 дециметр шығады. Не? Бізге не түрінде сұраған? Осы дециметр түрінде сұраған, Ол бізде не С нұсқасында тұр. Келесі есепке кеттік. Пифагор өз мектебінде оқитын шәкірттері жайында мынандай анықтама берген дейді. Шәкірттердің жартысы математиканың 4-тен бірі музыка пәнін қызығып оқиды. 7-ден бірі тек тыңдап отырады және тағы 3 қыз бар дейді. Пифагордың қанша шәкірті бар? Енді бұның теңдеуі былай болады. Бірінші кетеді, шәкірттердің жартысы бір какой-то басында x. Общий количествосы x болсын, балалардың саны. Осы шәкірттердің саны. Осының жартысы бізде не? X-ін бөлінген 2. Математика оқиды. 4-тен 1 осыған қосамыз. 4-тен 1 деген 4-ке бөл деген сөз. Музыка пәнін оқиды. 7-ден 1 тыңдап отырады дейді. То есть x бөлінген 7, 7-ден 1 деген. Және тағы 3 қыз бар дейді. Тағы 3 қыз бар деген просто плюс 3 деп қоямыз. Сосын ең сонда бізде общий количество шығады сонда. Пифагордың қанша шәкірті бар дейді бізде сонда. Қазір есептесеңіздер, аларды қосып шығып, сосын оң жаққа жіберіп азайтсаңыздар, сіздерде 3 тең 3x бөлінген 28 деген қалады. Енді 3-ке 28 көйтсек, 3-ке 28 көбейтсек, 84 шығады, тең 3x. И 84-ті бөлесіздер 3-ке, сонда 28 деген сан шығады сіздерде. X тең 28. Ол міне D нұсқасында тұр бізде. Келесі кеттік. Туристер бірінші күні А километр, келесі күндері алдыңғы күннен 5 километр артық жол жүрді дейді. Туристер 5 күнде қанша жол жүргенін көрсететін өрнекті табыңыз дейді. Енді 5 күнде қанша жүрген табатын болсақ, былай міне бірінші күнде қойайын. Бірінші күн ол бізде А жүрді. Келесі күні бізде А қосылған 5 жүреді. Айтып тұр ғой, әр келесі күн сайын 5 километр артық жүріп отырған. Келесі күні А қосылған 10 жүреді уже. Одан кейін 3-ші күн, 4-ші күн А қосылған 15 жүреді уже. Одан кейінгі күн, ең соңғы күн 5-ші күн А қосылған 20 жүреді. Енді осыларды бәрін қосып шықсақ бізде 5А қосылған 50 шығады. Міне, общий жүрген жол сонда 5А қосылған 50 екен. Ол бізде Д нұсқасында тұр. Так, келесі есепке кеттік. Төменде берілген фигуралар тізбегіндегі 36-шы орында қандай фигура тұрғанын анықтаңыз дейді. Енді бізге бұлай берген. Мынау 1, 2, 3, 4, 5 болады да, қайталана береді бізде бұлай. Түсінікті, онда 5 фигура бізде 5-ке кеп қайталана береді. Мынаң қайттан 5 болып. Енді 36 десек, 35-ке келеді да, міне 35 болады. Енді 36-ны келесі 6-шы сан, не 6 всегда бізде домалақ болады. Сонда ответ бізде С. С нұсқасы 5 сайын қайталана береді. 35-ке келеді да, мысалы 5 болады, 10 болады, 15 болады, қайталанып тұрады 5 сайын. Енді 36 дегенде қайттан біріншісіне келеді бізде. Сонда ол бізде С болады, домалағы. Келесі есеп. Марат машиналарды бояғанда келесі ретпен бояды дейді. Көк, жасыл, қызыл, қара және сары дейді. Жазып қояйық. Көк,
жасыл, қызыл, қара және сары дейді. Онда 29-шы машинаның түсін анықтаңыз дейді. Сонда мынаны просто ретпен жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, тоже 5 сайын қайталанып тұрады. Енді санайық, сонда 5 деп, мысалы 25-ке келді. 25 бітті мына жақта. Сонда 26, 27, 28, 29 болады. Ең қара болады екен бізде. Ол С нұсқасында тұр, міне. Есептің жауабы сонда қара болады. Осылай таба саласыздар. Так. Амангелді қыры 3 дециметр ағаш кубты көк түске бояп, оның қыры 1 дециметр болатын кубтарға бөлді дейді. Қыры 1 дециметр болатын кубтардың нешеуі бір жағы ғана боялғанын анықтаңыз дейді. Былай жаңағы сияқты куб, текше. Үшеуден белгілейміз былай. Сызамыз. Қада былай. Енді 1 дециметр кубтарға бөлдік. Мынау 1 дециметрлік кубтар міне бізде. Общий үшеуі сонда. Каждый мынандай кішкентай біреуі 1 дециметрлік кубқа жазылады. Енді бір жағы ғана боялған деген сөз. Мысалға, мына кубтың бізде көкке бір жағы ғана боялған, мына жағы ғана боялған. Мыналар уже келмейді бізде. Мынаның бізде мынаның мына жағы үшеу боялған. Мынаның да сол сияқты үш жағы боялған. Мынаның екі жағы боялған. Сол сияқтан енді қанша? Бір жағынан біреу, екеу, үшеу, ар жағында біреу бар. Төртеу, бесеу и ортасында бізде біреу болады. Алтау болады сонда общий. Сонда С болады. Алтау деген сөз. Келесі, екі санның қосындысы 573-ке тең дейді. Оның біреуі бір цифрмен аяқталады. Егер бірді сызып тастасақ, онда екінші сан шығады. Осы сандардың үлкенін табыңыз дейді. Енді бұл жерде просто вариант тексере салатын зат бізде. Бұл жерде ответі бізде Б болады негізден. 521 деген. Енді міне, оның біреуі бір цифрмен аяқталады дейді. Бірмен аяқталып тұрды. Енді егер бірді сызып тастасақ, онда екінші сан шығады дейді. Бірді сызып тастасақ, бізде 52 шығады екен. Енді осы сандардың үлкен табыңыз деген. Екінші сан 52 болса, бірінші сан 521 болса, екеуінің қосындысы бізде 573 болу керек. Екі санның қосындысы 573 деген сөз. Енді екеуін қосатын болсақ, бізде 573 шығады. Дұрыс деген сөз. Ол осылай тексеріп ответін тауып аламыз. Сонда ответ бізде Б болады екен. Так, келесі есепке кеттік. Мәди, еңлік және ләззат дүкеннен циркуль, транспортир және калькулятор сатып алды дейді. Мәдидің сатып алғаны калькулятор емес, ләззаттың сатып алғаны циркуль емес дейді. Так, Мәдидікі калькулятор емес, значит, транспортир мен циркуль қалады. Ләззаттың сатып алғаны циркуль емес дейді. Значит, циркуль емес. Еңліктің сатып алғаны калькуляторда циркульда емес дейді. Так. Калькуляторда циркульда емес. Значит, еңліктікі бізде транспортир. Еңліктікі транспортир болса, еңліктікі транспортир. Ләззаттікі бізде калькулятор болады, өйткені оныкі циркуль емес, транспортир еңліктікі болды, значит, оныкі калькулятор. Енді мәдидікі қалғаны бізде циркуль. Тек қана. Сонда ол бізде А нұсқасында тұр. Мәди циркуль, еңлік транспортир, ләззат калькулятор. Осылай таба саласыздар. Келесі есеп. 6 метр куб тақтайды 3 фирманың біреуінен алу қажет дейді. Төмендегі кестені пайдаланып, осы тақтайдың ең арзанын сатып алуға қанша ақша төленетінін анықтаңыз. Так, енді біріншісінен бастап есептейік.
6 метр тақтай сатып алу керек. Бізде біріншісіне 1 метр тақтайдың бағасы 37 мың дейді. 6 метрдікін табу үшін 37 мыңды 6-ға көбейтеміз. Сонда 6 метр кубтікі бізде 222 мың теңге шығады екеніне. Және қосылған жеткізу бағасы бар. 17.500 теңге. Осыған қазір қосамыз 17.500-ді. Сонда 239.500 деген сан шығады. Жеңілдіктер жоқ дейді. Келесі екінші. Бұл жерде 1 метр кубтың бағасы 40 мың теңге екен. Значит, 40 мыңды біз көбейтеміз 6-ға, сонда 240 мың теңге шығады. Және қосылған жеткізу бағасы 7500 теңге. 247.500 теңге шығады сонда. Бірақ 200 мыңнан артық сомаға сауда жасаса жеткізу тегін дейді. Значит, мынаны алып тастаймыз. Сонда бізде общий 240 мың теңге қалады. Екіншісінікі 240 мың екен. Үшіншісінікі. Бұл жерде 38 мыңнан екен. Енді 38 мыңды 6-ға көбейтеміз. Табу үшін. Сонда бұл жерде 228 мың теңге шығады. Жеткізу бағасы 11 мың теңге. 230 мың теңгеден артық сомаға сауда жасаса жеткізу тегін дейді. Бірақ 230 мыңға жетпей тұрам жерде бізде. Значит, жеткізу бізде 11 мың теңгені қосамыз. Сонда 239 мың теңге шығады екен. Сонда ең арзаны қайсысы оның? Ең арзаны әрине үшінші вариантта 239 мың. Жерде 239 мың 500 деп тұрмын, жерде 239 мың деп тұрмын. Енді ол бізде А нұсқасында тұр. Келесі бізде 10-шы есеп. 3 балықшы бірнеше балық аулады дейді. Бірінші балықшы барлық ауланған балықтардың біреуін лақтырып тастап, қалғанның 3/1 бөлігін алды дейді. Екінші балықшы осында қалған балықтардың біреуін лақтырып тастап, 3/1 бөлігін алды дейді. Үшінші балықшы торс дейді. Сонда 14 балық алды дейді бізде. Бастапқыда неше балық болған табыңыз дейді. Так, енді бізде бастапқыда X балық бар деп есептейік. Енді осы бастапқыда X балықтан бізде бірінші балықшы жазайын асықпай. Бірінші балықшы деп. Кішкене жазылсақ, но негізі ұзақ есеп. Бірінші балықшы балықшының санынан осы балықтың санынан біреуін азайтып тастап 3-ке бөліп дейді. 3/1 алды деген сөз былай. Бір балық лақтырып тастап 3/1 бөлігін алды деген X минус 1 бөлінген 3 деген сөз. Барлық балықтың санынан осыны азайтамыз. Бірінші балықшының алған балығының саны. Енді жерден тағы да минус 1 деп тағы азайтып тастаймыз. Неге? Ол бір балықты бізде лақтырып тастады. Общий осы барлық балықтардың санынан бірді азайтып тастаймыз. Сонда осы азайтып қосатын болсаңыздар 2x минус 2 бөлінген 3 шығады. Балық қалады. Енді осыдан қалғаны бізде сонда 2x минус 2 бөлінген 3 балығы. Екінші балықшы осы балықтан бірінші балықшының қалғанынан бірінші балықшының бірді азайтып тастап 3-ке бөлді. Біреуін азайтып тастап 3-ке бөлді. Сонда бізде 2x минус 5 деген 5 бөлінген 9 балық алды деген сөз. Алды бұл. Енді алғанын таптық, енді қалғанын табу керек. Қалғанын табу үшін қалғаны 2x минус 2 бөлінген 3 минус 2x минус 5 бөлінген 9 минус 1 тең. То есть, мына бірінші балықшының алғанынан екінші балықшының алғанын азайтып тастаймыз да, минус 1 дейміз екен. Бір балық тоже лақтырып тастады ол. Логикасын түсінген шығарсыздар. Сонда 4x минус 10 бөлінген 9 қалады. Қалған балықтардың саны. Енді үшінші балықшы осы қалған балықтардың санынан
біреуін азайтып тастап, тағы да 3-тен 1 бөлігін алады, 3-ке бөледі. Сонда 4х минус 19 бөлінген 27 қалады. Алады, то есть мынанша балықты алады. Енді қалған табу үшін, қалған балықты табу үшін, мынадан жаңағы азайтып тастаймын, осы алған балығына, сонда 4х минус 10 бөлінген 9-дан азайтып тастаймын, 4х минус 19-ды бөлінген 27. Тағы да азайтып тастаймын 1-ді, минус 1. Бір балықты лақтырып отырды ғой. Сонда 8х минус 38 бөлінген 27 шығады. Сонда общий қалған балық 8х минус 27, 38, то есть бөлінген 27 болған кезде бізде 14 балық қалды дейді. Енді осы жерден x табатын болсаңыздар, x тең 52 деп шығады. Есептің жауабы бұл нұсқасында. Бұл негізі шығар жол осындай ұзақ, және логикасы қиын. Өзім де шынын айтсам ұзақ шығардым осы есепті. Енді түсінген шығарсыздар, енді білмеймін нақты. Түсінуге қиын зат екен бұның өзі. Не үшін мынандай береді түсінбеймін. Так, келесі есепке кеттік. Сол үшін Сұңғат математика пәнінен 10 тестілеу жұмысынан төменгі ұпайлар жинады дейді. 10 сұрақтан мынанша ұпайлар жинады тағы жинады. Енді орындаған тесттің ұпай сандардың арифметикалық ортасын тап. Арифметикалық ортасын қалай табады? Ұпайларды қосып шығып, қанша сұрақ болды, соншаға бөлеміз. То есть мыналардың бәрін қосып шығып, 10-ға бөлеміз, бізде 10 сұрақ бар. Енді значит 78 қосамыз 80, қосамыз 82, 85, 88, 86, 84, 83, 87, қосылған 89 деп қосып шығып 10-ға бөлсеңіздер, сіздерде 84,2 деген сан шығады. Ол бізде тыс нұсқасында тұр. Келесі есепке 12-ші есеп 36 кіші m-нан m кіші 71 теңсіздігі дұрыс болғанда 6 санына еселік болатын барлық m сандары нешеу болады дейді. Ол былай деген сөз. 36 кіші m үлкен сөз. m кіші 71 дейді. 6 санына еселік деген 6-ға қандай сандарды көбейткен кезде мына 36-тан үлкен 71-ден кіші болатындай қанша сан бар дейді. То есть 6-ға бірінші 7-ні көбейтсек шығады, мына ортаға кіреді. 6-ға 8-ді көбейтсек мына ортаға кіреді. 6-ға 9-ді көбейтсек кіреді. 6-ға 10-ді көбейтсек кіреді. 6-ға 11-ді көбейтсек кіреді. Енді 6-ға 12-ні көбейтсеңіздер, уже 72 болып кетеді. Мынаған кірмей қалады уже. Значит, қанша сан бар? 1, 2, 3, 4, 5. 5 сан аралықта кіреді көбейткен кезде. Сонда жауабы бізде Е болады. 5 деген. Келесі есеп қашықтыққа жүгіру жарысында 11 бала қатысты дейді. Талғаттың алдында мәреге жеткендер саны, Талғаттан кейін мәреге жеткендер санынан 4 есе кем дейді. Талғат мәреге нешінші болып жетті? Енді бұл жерде просто вариант тексере салсақ болады. То есть бізде 11 бала бар деп есептейік. 6, 7, 8, 9, 10, 11 бала болды. Енді бұл жерде дұрыс ответ Е болады, сразу айтайық. Сонда мысалы Е болса үшінші келді ғой. Үшінші болып келді деген ответ дұрыс болады. Неге? Өйткені қараңыздар, үшінші болып келсе алдында 2 бала болды, артында бізде 8 бала қалды деген сөз. Значит, алдыңғы келген балалардың саны артқа келген балалардың санынан 2 есе кем, мына жақ 8, мына жақ 2 ғой, значит 2 есе 4 есе кем болады. Дұрыс келіп тұр. Осылай вариант алдап шығып есеп таба саласыздар. Келесі суретке қарай отырып сызбадағы Z және K мәндерін салыстыр дейді. Енді бұл жерде былай шығарсақ болады. Мына жер бізде осы жерді таба алсақ болады. Мына общий бізде 180 болу керек қой, 180-нен қазір. Мына K-ны азайтып тастасам, жерде мына градус шығады. То есть былай 180-нен K-ны азайтып тастасам, мына жерді азайтып тастасам, менде мына мән шығады. Өйткені общий 180 болу керек қой. Мына жер шығады. Енді үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы бізде 180 болу керек. Значит, осыларда мына жер бізде 180 минус К болды. Значит, осыған қосам Y минус 3-ті, қосам X плюс 2-ні бізде общий 180-ге тең болу керек. Сонда 180 жойылып кетеді. Осы жерден
K-ны тауып алсам, K тең Y плюс X минус 1 шығады. Мына жақ шықты, мен K-ның мәнін таптым. Енді Z тапсам, мына жақта тоже сол. Общий жер 180 болу керек, былай. Енді одан Z тауып тастасам, Z градус бұл жерде на градус шығады. Сонда 180 минус Z плюс Y плюс X бізде 180-ге тең болу керек. Общий мен ішкі қосындыларын қосып отырмын. Ішіндегі градустардың. X-ке қосам, Y-ке қосам, жерде қанша 180 минус Z на градус. Осыларды қосқан кезде бізде 180 шығу керек. Енді осы жерде 180-дер қысылып береді. Z тауып алсам, осы жерде Y плюс X шығады. Енді сонда K мен Z салыстыратын болсақ, бізде әрине Z үлкен болады. Не екен жерде Y плюс X деген біреу азайтылып тұр, жерде значит одан кіші деген сөз. То есть A бағаны бізде B-дан үлкен болады. B нұсқасында тұр. Басқа да оңай жолдары бар ма білмеймін, бірақ осылай шешуге болады. Келесі кет. Келесі 15. Егер M және N түзулері параллель болса, онда X табылады. Мына екеуі параллель дейді, M және N дейді. Енді бұл жерден біз ойдан мынандай параллель жүргізсек, бізде параллель түзулерге түзілген сызықтың мына айқас бұрыштары тең болады деген теорема бар. Мынау айтар болады. То есть мына жер 2x болса, мына жерде бізде 2x болу керек. Сонда жер бізде x деген сөз. Екеуі қосылып қазір 2x болады ғой. Енді то есть мына бұрышпен онда мына бұрышта тең болу керек деген сөз. Сонда мына жер 2x плюс 20 деген сөз. Мына екеуін қосатын болсаңыз, қазір 3x плюс 20 шығады. Енді осы жерден екеуін теңестіре салсақ қазір. Так, теңестірмейміз, жай айтамын. Қателескен кеттім. Так, мыналарды бізде қосып шықсақ, осы бұрыштарды бізде қаншаны береді? Әрине бізде жазықтық 180 градус береді, ылғида. X плюс X плюс 2x плюс 20 бізде 180-ді беру керек. Сонда екеуі 4x болады, 20 мындай қалса 160-а, x тең сонда бізде 40 градус деген сөз. Бұл нұсқасында тұр. Осы есеп осылайша. Келесі есеп 16-шы есеп. Кестеде көрсетілген тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыстығын анықтаңыз дейді. Біріншісінен бастап анықтайды. Квадраттың қабырғасы қанша пайызға артса, оның периметр сонша пайызға артады дейді. Салыстырайық. 10 деп алайын, мысалы квадраттың қабырғасы. Қабырғасы қанша пайызға артса, периметр сонша пайызға артады дегенді былай тексереміз. Қазір периметр бізде 40. Енді қабырғасын мысалы 20% арттырып көрейік, то есть 12 болсын. Сонда периметр бізде қанша болады? 12-ні 4-ке бөлсеміз 48. 48, то есть 40 бізде 20%, 40-тың бізде 20%, 8-ді береді, қосылатта 48 болады, то есть бұл тұжырым дұрыс деген сөз. Бірінші, сонда С-аны сызып тастасақ болады. Келесі, квадраттың қабырғасы қанша пайызға артса, оның ауданы сонша пайызға артады дейді. Енді осыны тексерейік. 10 деп алайық. Енді оның ауданы қазір бізде 100. Енді қабырғасын қазір 12 деп 20% артты. Енді ауданы табатын болсақ 144. 20% артты ма ауданы табайға? 100-дің 20% бізде 20. 120 болу керек еді. Бізде 144 шықты. Значит, бұл аудан 20% артқан жоқ, басқа процент артты. Бұл бұрыс тұжырым деген сөз. Сонда біріншісі дұрыс, екіншісі бұрыс болды. Бізде Е нұсқасында солай ғана келіп тұр. Қалғандар өз келмейді. Қалғандар қарастырмай қойсақтар болады. Е нұсқасы дұрыс. Осылай мысал келтіріп тұрғысаңыздар болады. Келесіге кеттік. Так. Марат, Қанат, Жанат, Болат және Самат бір сыныпта оқиды дейді. Олардың туған күндері 17 мамыр, 20 мамыр, 17 маусым, 3 қараша және 3 желтоқсан дейді. Қанат пен Самат әртүрлі айларда туған, бірақ туған күндері
бірдей дейді. Ал Қанат пен Жанаттың туған күндері бір айда, Мараттың туған күні қыс айында. Болаттың туған күнін анықтаңыз дейді. Біз бірінші былай жазып қояйық. Бірінші 17 мамыр, 23 мамыр, 17 маусым, 3 қараша, және 3 желтоқсан. Енді жаққа адам аттарымыз Марат, Қанат, Жанат, Болат, Самат дейді. Енді жеке-жеке қарастырайық. Қанат пен Самат әртүрлі айларда туған, бірақ туған күндері бірдей дейді. Қанат пен Саматтікі бірдей дейді. Значит, екеуі де 17 мамыр, немесе екеуі де 3 желтоқсан болуы мүмкін. Так. Ал Қанат пен Жанаттың туған күндері бір айда дейді. Қанат пен Жанаттың туған күндері бір айда дейді. Значит, екеуінде бізде бір ай, бұл жерде мамыр, мамыр деген екі бір ай бар. Сонда, значит, Қанат пен Саматтікі бізде біреуінікі 17 мамыр, біреуінікі 17 тамыз. Мынанікі мамыр, мынанікі тамыз емес, маусым деп тұр. Маусым. Қанат пен Жанаттікі туған күндері бір айда дейді. Мамыр болса, мынанікі 23 мамыр деген сөз. Так, Мараттың туған күні қыс айында дейді. Мараттікі қыс айында болса, бізде қыс айы бізде біреу ғана, 3 желтоқсан. Енді Болаттікін тапты. Болат қалғаны бізде өзі біреу 3 қараша. Ол бізде не? Б нұсқасында тұр. Келесіге кеттік. 64 ұпайы. Так. Оның ішінде 7 рет тепе-тең ойнады дейді. 7 рет тепе-тең ойнады деген бізде 7 ұпайы. Сондан 7-ні азайтып тастаймыз. Бізде 57 ұпай қалып тұр. 57 ұпай қалып тұр. Тең ойнағандар алып тастасақ. Енді ары қарай просто вариант тексеріп табасақ болады. Бұл жерде мысалы дұрыс ответ бізде Б болады. Бұны қалай тексереміз мысалы? Б. 5 ойын жеңілді деп санайық. Сонда ол 0 очко ғой, енді 5 ұпай деген 5 деп алайық мысалға. Енді 5 рет ұтылған болса, олар 31-ден 5-ті азайтып тастаймыз, және тең болған ойындарды азайтып тастаймыз, сонда 19 шығады. Енді 19 біз 3-ке көбейтсек, жеңгендер санына бізде 57 шығады. Қайтадан өзі шығып тұр. Осылай шығады. Немесе мен қазір көрсетейін теңдеу жолын сіздерге, қалай теңдеу құрып шығаруды. Так, бізде общий 31 жарыс ойналғанда, енді біз так жеңгендерді x дейік, тең болғандарды y, ұтылғандарды z дейік. Общий бізде 31 ойналған. Жеңген, тең болған, ұтылған, общий 31 ойын ойналған. Осылай. Енді 31 ойыннан кейін 64 ұпайы бар дейді, 7 рет тең болған. Қанша ұпайдан беріледі жазамыз бірінші. Ұтқанға 3 ұпайдан беріледі, 3x. Тең болғанға 1 ұпайдан беріледі, 1 y-тер жазайын, просто y-тер жазсам. Енді ұтылғанға 0 ұпай береді, то есть 0 көбейтілген z 0 болып кетеді. Тең 64 ұпай жинаған өстіп. Белгісіз, енді бізде y тең 7 деп берген, то есть 7 рет тең ойнаған, ол 7 ұпай деген сөз, және 7 ойын деген сөз деп алуға да болады. То есть y-ті орнына 7-ні қоямыз. Сонда x плюс z тең 31 бөлінген 3x тең 64 шығады. Так, жақта минус 7. Y-ті 7-ні апарып азайтып жердім. Жақта 64 азайтылған 7 тоже болады. Сонда жерден қанша? Так, былай жазайын астына. X плюс z тең 31-ден азайтам 7-ні 24. Астында 3x тең 57 шығады. Сонда жерден 3-ті бөліп жерсем, x тең 19 шығады. X-ті мән шықтып, жерге кеп қойсам, 19 плюс z тең 24, z тең 5 деп шығады. Ұтылғандар саны 5 деген сөз. Бұл нұсқасында тұр тағы да. Осымен есеп бітеді. Келесі есепке кеттік. Егер келесі сандар белгілі бір заңдылықпен орын алса,
орналасса дейді. Y минус X айырмасын табыңыз дейді. Енді бұл жерде қараңыз. Мынау 4, 6-ның арасы 2, 6, 10-кі 4, 10, 18-кі 8, 18 мен 34-кі қанша 16. Значит, бізде мынаның арасы 2-ден көбейтіліп отыр. Келесісіне уже бізде 32 қосылады. 34-ке 32 қосылады бізде. Сонда келесі X бізде 66 болады екен. Не? 32 мынаяққа. Енді келесі 64 қосылады. 64-ке 66-ны қоссақ 130 міне келіп тұр. Енді 64 қосылса, енді келесі 128 қосылады. 130-ға 128-ді қосамыз. 130-ға қосамыз 128-ді. Сонда 258 шығады. Y тең 258. Енді бізде Y минус X тап дейді. 258-ден азайтам 66-на 192 шығады. Сонда Е нұсқасы. Келесі есепке кеттік. Соңғы есепке. Ағаш текшені ақ бояумен бояды дейді. Әрбір қырын тең 3 бөлікке бөлді. Оның қыры алғашқы қырынан 3 есе кіші болатындай бірнеше ұсақ текшелерге бөлінді. Екі жағы боялған неше текше бар дейді. Енді бұл былай деген сөз. Текше сызайық бірінші тура жаңағыдай. Бізде уже текшенің 3 есебі кетті. Қызық екен негізінен. Әрбір қырын 3 бөлікке бөлді дейді. Мына қыр деген мынау бізде 3 бөлікке бөледі. Тура бағанағыдай шығады сонда. Былай 3 бөлікке, мынау 3 бөлікке, былай 3 бөлікке. Не кәдімгі кубик рубика сияқты шығады қайттан. Оның қыры алғашынан қырынан 3 есе кіші болатындай бірнеше ұсақ текшелерге бөлді дейді. Алғашқы қыры бізде 3 бөлікке бөлді, 3-еу, мынандайдан 3 деген сөз. 3 есе кіші деген мынандай 1-ақ деген сөз. 3 болып тұрса 3 есе кіші, міне 1-ақ, кішкентай болып қалады сонда. Мынандай текшелерге бөлді дейді. Сонда кішкентай тағы мынандай текшелерге бөлді дейді. Мынандайдың өзі ғой сонда, мынандайлар деген сөз ғой. Мынаның бәрі бізде кішкентай 3 есе кіші текшелер. Екі жағы боялған неше текше бар дейді. Осыны іздейміз енді. Екі жағы боялған іздейтін болсақ, басқа цвет алып көрсете салайын. Екі жағы боялған бізде мынау бар, мынау бар. Мынау бізде 3 жағы боялғаны. 2-еу, 3-еу, 4-еу. Енді бізде осындайдан тағы бір осындай 1 және 2 ряд бар. Тура осындай. Общий 3 ряд. Сонда 4-ке 3-ті көбейтетін болсақ 12. Немесе санайсаңыздар болады. Міне біреу, астында мына жақта біреу болады, мына жақта біреу болады. Соң мынау біреу, мына жақта біреу болады, астында біреу болады. 12 шығады сонымен. Сөйтіп есептесеңіздер болады, немесе былай бірінші бетін тауып 3-ке көбейтсеңіздер тоже шығады. 12-ке тең. Бұл нұсқасында тұр. Так, осымен сауаттылықты талдауымыз бітті. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.